жасалған ерекше бастаманың куәсі болып отырмыз. Бүгін біз бір ағашты құтқаруды үйрендік. Ертең бір-екі жүйені сақтай аламыз деген ұранмен ұйымдастырылған бұл шараның басты мақсаты ағашты қорғау мәдениетін қалыптастыру. Іс-шара барысында қатысушылар ағаштарды арнайылап зерттеп, олардың денсаулығын анықтауды үйренді. Әрбір ағашқа арнайы бақылау жүргізіліп, зақымданған бөліктері тазартылып, күтім жасалды. Мамандардың айтуынша, кейде қарапайым күтімнің өзі ағаштың өмірін ұзартуы мүмкін. Жоба аясында осындай ағаштарға арнайылап медициналық карталар жасалды. Бұл жерде ағаштардың жағдайы тіркелген болатын. Сонымен қатар ағаштың тұсында осындай QR-кодтар белгіленген. Бұл QR-кодтар арқылы біз ағаштар туралы мәліметтерді біле аламыз. Бұл табиғатты қорғаудағы жаңа әрі заманауи тәсілдердің бірі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай бағдарлама адамдардың табиғатқа деген жауапкершілігін артуға бағытталған. Себебі бір ағаш бұл үлкен экожүйенің бір бөлшегі, ал әрбір ағашты қорғау арқылы біз табиғи тепе-теңдікке үлкен үлесімізді қоса аламыз. Табиғатты қорғау баршамыздың ортақ міндетіміз. Себебі бүгін қорғалған әрбір ағаш ертеңгі таза ауа мен жасыл болашақтың кепілі. Оқиға орнынан репортаж жасаған 10 сынып оқушысы Зинал Жансая. Арнайы сіздер үшін.